Assalamu alaikum құрметті достар. Назарларыңызға ұлы қолбасшылардың және әскери адамдардың нақыл сөздері мен қанаттандыратын сөздерін ұсынамыз. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермеді. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмейді. Бірлігі бар елді басқару жеңіл. Ұлан ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы қазақтың алтын бесік ата жүрді. Әгерекей, кімде-кім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтыратымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған. Қай көршімізге айтарымыз осы. Дос болғанға құшағы ашық туыспыз, қас қылғанға қиып түсер қылышпыз. Қазақтың ханы Абылай. Сөзді айттың ба, ол жақсы ма, жаман ба, шын ба, әзіл ме, бәрібір қайтара алмайсың. Сондықтан сөзіңді безбенмен өлшегендей салмақтап барып айт. Егер істі бастасаң, қорықпа, қорықсаң бастама. Құл арқылы ұлыңа бұйрық берме, әйелдердің сөзіне аса сенбе. Жауыз, іші тар адаммен кеңеспе. Сенімсіздік тудырған адамға сырыңды ашпа. Көпшілік адам мақұлдағанды теріске шығарма. Қорқаудың алды болғаннан қасқырдың арты болғаны жақсы. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Шындық бас шабатын айбалта, бұл өтіріктің тамырын шабатын айбалта. Ұрыста өмір ешкімге сыйға берілмейді, жеңіп алады. Сақтық жасай отырып, батыл түрде қимылдау батырдың басты қасиеті. Уайымға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесіңде өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасында кетесің. Тіл алу, үйрену, тәртіп, тазалық, денсаулық, ұқыптылық, сергектік, батылдық, қайсарлық, жеңіс. Келдің, көрдің, жеңдің. Арыстан басқарған қойлар әскері, қойы басқарған арыстандар әскерін әрдайым жеңеді. Жауынгерден әуелі төзімділік пен сабырлық қажет. Батылдық кейіннен. Бар ынтамен биіктен көрінудің жолын іздесеңіз, жолын табатыныңызға күмәні жоқ. Өйткені жер бетінде батылдық пен еңбекқорлықтың арқасында жете алмайтын ештеме жоқ. Бейбітшілік кезеңде көбірек маңдай тер аққаны, соғыс кезеңде қан төгістің аздығы. Жолды табамыз. Егер таба алмасақ, өзіміз жол салып аламыз. Біз жерлерді емес, жүректерді жолдаймыз. Өлім қорқаққа қорққан сайын келеді, батырға бір-ақ рет. Арыстандай айбатты бол. Қорқу деген біздің түсінігімізде жоқ. Иерусалим сен үшін не? Ештеме. Мына дүниеде.